Қалдарың қалай достар, сендермен бүгін мен Жанасыл. Бүгінгі видеода енді өздерін видеоның атауынан түсінген боласыңдар деген ойдамын. Өздерін білетіндерінде, бүгін біз өзіміздің еліміздегі атақты ютуберлерге жазып көретін боламыз. Қайсы жауап беретін бүгінгі видеода білетін боласыңдар достар. Так что видеоның соңына дейін қараңдар және де арнаға тіркеліңдер. Тіркелмеген болсаңыздар лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Ал біз бірге бастайық достар. Қолымызға мінекей достар, телефонымызды алайық. Енді өздерін білетіндеріндей достар, Нұрлан Қаламды енді бәрі білет деген ойдамын. Так, ютубқа кірейік. Ютубында достар 750 мың подписчигі бар ғой оның. Инстаграмнан енді өздерін білетіндеріне ол айтып еді бір видеосында. Жоқ, мен подписчиктерге де жауап беремін, қызықты нәрсе жазса. Так что қиса жазылыңдар. Инстаграмнан қазір жазамыз достар. Инстаграмнан міне маған достар қарасаңдар, Азамат Тұрсынбай жауап берген. Мен бұл видеоны баяғыда бастап кеткен. Негізі Айшуаққа жаздым, ответ келмеді. Фади бар. Так, енді Нұрлан Қаламды іздеп көрейік. Так, Нұрлан Қалам мінекей. Так, ассалаумағалейкум деп бастаймыз ба? Жарайды. Ассалаумағалейкум. Так. Осында айтқанда достар, міне есімім Жанасыл, қазақ ютуберлеріне жазып атырмын, кім жауап береді деген сияқты жаздым. Ответ күтетін боламыз. Енді бізде достар келесі адам Асхат. Оны Асхатта осындай видео түсірген, бірақ оған ответ бергендер аз болды. Енді достар, енді Асхатқа жазып көретін боламыз. Асхат бізге ответ бере ме екен, көресіңдер, короче айтқанда. И бізде достар Асхатқа тоже Нұрлан Қаламға жазғандай жазамыз, бірақ соңына өзінде бұл видеоны түсіргесін түсініксізбен қарасам болады ма деген сияқты жазып көреміз енді. Не важно. Так, короче айтқанда кетті достар. Енді бізде достар Нұрболат танитын шығарсыңдар достар. Нұрболатта 450 мың подписчигі бар ютубта. Ол енді пайда ответ беріп қалуы мүмкін достар. Пайда ответ бере ме көреміз. И міне достар жаздым, көрермендеріме сәлем жолдай салшы дедім. Енді сәлем жолдаса достар, ол сендерге сәлем болады. Енді бізде достар арғарай осы адамдарға жаздық. Тиктоктан адамдарға жазып көрейік енді. Тиктоктан өздерін білесіңдер. Давайте Тайырға жазып көрейік. Таката. Тайырға жазып көрейік. И бізде кім бар? Мақұл, Тайырдан бастайық бірінші. Тайырға жазып көрейік ше. Оғашын кетті достар, Тайырға жаздық. И бізде арғарай кімге жазсақ болады? Пайде осымен жететін сияқты деп ойлаймын достар. Ответ может береді, может бермейді достар. Менде пока что Азамат Тұрсынбайдан келген ответ бар. И қалғандарынан келе ме екен көреміз енді. Күтеміз 24 сағат бойы достар. 24 сағатта ответ келе ме екен, келмей ме екен. Если мен сендерге айтамын ғой, 24 сағаттан кейін мен сендерге айтатын боламын. Кім қашан ответ бергенін. Может, кейбіреулер 1 сағаттан кейін ответ беру мүмкін емес. 2 сағат білмеймін енді ол жағын. Көреміз. Так что видеоның соңына дейін қараңдар достар. Лайк басып қойыңдар. Ал енді 24 сағаттан кейін. Бәріне сәлем достар. Тағда. Енді достар, бізде 24 сағат өтті. 24 сағатта енді маған жауап бергендер әрине болды. Олардың бірі сендер қалай ойлайсыңдар, кім деп комментарияға қазірден бастап жазып кетіңдер. И бізде достар сендерге көрсететін боламын. Айтпақшыдан достар, мен видеоға салмадым, Амир мен Сасаққа жаздым. Сонынан кімге? Асылбекге. Соларға жаздым, артынан енді олардан ответ келмеді. Маған ответ бергендер әрине сендерге көрсетемін Инстаграмнан. Так, бізде ответ берген әрине Нұрлан Қалам достар. Нұрлан Қалам міне көрсетейін. И бізге міне уағалейкум ассалям деп жазып жүрген. Голосовойын тыңдайық. Басыр. Міне достар, короче айтқанда голосовой жазып жауап берді. Короче, Нұрлан Қалам бізге жауап берді деп птичка қоямыз ғой. И екінші бізде әрине Нұрболатта 450 мың подписчигі бар ютубта. Нұрболат маған жауап берді. Короче айтқанда мінекей голосовойын тыңдата салайын сразу сендерге достар. Уағалейкум ассалам. Барлықтарыңа сәлем.
Жанасылдың көрермендеріңе міне достар, жалынды сәлем, Олдырыч. Нұрболат жауап берді, сендерге сәлем жолдап жатыр. Сәлем жолдап отыр достар, ойлаңыз сендерге. Мен көрермендеріме сәлем жолдап жатыр. Енді достар, бізде сол Нұрлан Қалам и Азамат Тұрсынбай и және де Нұрболат жауап берді. Бүгінгі видеода үш адам жауап берді. Енді білмеймін, Асхат, Сасақ неге жауап бергенден оларды білмеймін. Вообще көрмепте олар пайда. Енді оларға реніш жоқ, әрине, қалғандарына реніш жоқ. Жауап бергендеріне көп рахмет, Нұрлан, Нұрболат, Азамат үшеуіне. Енді достар, бүгінгі видеоны ат деген ойдамын. Бүгінгі видеоны атса, каналға тіркеліңдер, лайк басыңдар и комментарий қалдыруды обязательно ұмытпаңдар достар. Сендермен бүгін болған мен Жанасыл, келесі кездескенше сау болыңдар.